Көйлек қарауға келдім. Мені бастайын ба? Көйлек деген көп. Енді таңдау керек. Өзіме ұнайтын көйлек алдымнан шықса екен деп жатырмын. Анасы мен қызына да бар екен. Бірақ менде екі қыз, екеуі бірдей көйлек жоқ екен. Таразда Доснар деген осындай сауда үйі бар. Соның ішінде бізде әсіресе той көйлектері, вечерный көйлектерді сатады. Бұл мен. Так, мына жақта бір инстаграмнан 3-4 бутикті көріп келе жатырмын негізі. Сол жақтан табылып қалар көйлек деп. Осы сұлу көйлекті көріп келе жатырмын. Тағы біреуін көріп жатырмын. Вроде маған ұнады осы. Жабық. Еще кішкентай қызға да бар екен. Осы Доснардың іші лабиринт қой ма. Қай жағынан кіріп, қай жағынан шығып жатқандарын білмейсің. Тағы да көріп жатырмын. Мына жерде айдың суреті тұр ғой. Айбике дейді соланың аты. Гүлдер жайқалып өсіп тұрады. Күшті, я? Папандар қарап жүрміз. Папа мамаларға жапқанға. Інім, Айбике үшеуміз торговый центрға келді қазір. Бұл жақтан да киім қарайын деп жатырмын. Әлі таба алмай жатырмын ғой. Білмеймін, сұрайсыз ғой өзіңіз? Студияға өлең жаздыруға келсек, что-то студия жабық. Ар жақта тағы біреу бар. Енді не істерін білмей тұрмын. Баласағынға келдік. Бізде Таразда осы жерде концерт қойылады. Барлық өнер адамдар осы жаққа келіп өзінің концертін қояды. Осы жақта да негізі ән жазатын. Мен 2-3 рет тойларда ән айтқанмын. Сол кезде осы жақтан жаздырған едім. Баласағының ішін аралап кеттік қой біз. Мына жақта бір концерт болып жатыр екен. Как раз. Мен маникюрға қас жасатуға келдім. Мусульманская коррекция. Жаным алып отырам енді. Қалдыратын ешкім болмады. Тойда беретін подаркілерді орап жатырмын. Подаркілердің ішінде прям миым ашып отыр ғой. Аншама подарка. Бір 40 шақты ма, 50 шақты ма подарка болып тұр. Еще той бастары алынған жоқ әлі бұл жерде. Той бастары дайындап жатыр. Кімнің тойы өз дайындап жатыр. Досымызбен бірге. Так, салонға келді. Макияжбен прическа жасатам қазір. Жаңадан ашылып жатқан салон екен. Бұрыннан жұмыс істейді, бірақтан локацияны өзгертіп жатқан ғой. Макияжды болды. Қазір енді прическаға отырам. Өзім сұрадым, нежная болсын, деп қатты баттаспасын деп. Прямо баттасып тұрғандар ұнамайды да. Сол үшін тонды көп қылмады. Осылай шықты. Шашты бастады. Әрең тыңдадым ғой, қандай жасататын.
Toyxonaga keldik. 5 stol 80 адамға арналған. Той жасап жатырмыз. Бұл жақта официанттар ғана отыр. Пока что ең алғашқы болып келдік. Енді адамдарды күтіп жатырмыз. Дайын бәрі. Міне дастарханды бір көрсетіп жіберейін. Бұл жақта бірақ әлі 2 тамақ келеді горячий. Мына жақта конфеттер қойылмаған, әлі біраз зат қойылмаған негізі. Дастархан тола болады. Мына жаққа үйіп, подаркалар дайындап қойдым. 40 шақты подарка. Еще тойбастар бар бұдан бөлек. Айбеке екеуміз ғана жүрміз ғой. Көйлек кигізіп қойдым Айбекеге. Таңсұлу енді келеді қазір ата-апасымен. Оғанда көйлек кигіземіз. Вот. Осылай жасалды. Макияж, көйлекті. Қазір көрсетем біраздан кейін. Полный.